Сәлеметсіздер ме? Қазақта бір сөз бар ғой, үш ұйықтасам түсіме кірмеген. Бұндай жағдай, бұндай болады деп ойламаған деп. Сол менің үш ұйықтасам түсіме кірмеген жағдай 70-тен асқаннан кейін жұмыс жасаймын. Бизнес-вумен болам. Интернет арқылы жұмыс жасаймын. Осында үйде отырып, жаңағы брендовый товар өнім туралы айтамын. Жаңа өзімді бренді сияқты өзімді представлять етем. Өзімнің бойымдағы дертімнің кеткенін айтам. Күннен күнге жасарып келе жатқанды айтам. 70-тен кейін деген менің үш ұйықтасам түсіме кірмеген әңгіме. Енді қараңыздар, мен қазір 70-тен астым. Ол деген өзі мен жылдан жылға сезінетінді. Жылдан жылға күшімнің кетіп бара жатқан. Қазір Құдайға шүкір, енді 70 деген мен үшін тек қана ол цифра деп қабылдаймын. Рас айтам, рас, сол цифра 70. А на самом деле енді 60 деп өзімді сондай баға берем. 60 жастағы сияқтымын. Қозғалысымда, жүріс-тұрысымда, қимылымда, жаңағы Құдайға шүкір, әрине, Құдайға шүкір. Соны деген адам деген үш ұйықтасам түсіме кірмеген жағдай ғой бұл енді. Расында да жаңағы осындай клеткаға арналған өнім ішемау. Менің деген клеткаларым күннен күнге жаңарадау, жасарадау. Мен өзімді жеңіл сезінемау деп сөйтіп ойламағам. Кеше мына жерде Ұзынағаш деген жер бар. Ұзынағаштан Сара деген келіншек келіп үйден өнім алып кетті. Жаңағы солда апа сіз жас көрінесіз деп жатыр. Оған да рахмет. Онан бүгін біреу Қызылордадан, біреу емес Сұлушаш деген пенсияға енді шығам, биыл шығам, Құдай қаласа деп отырған. Әлгі кісі сізді де көріп, соны сіздің неңізді, ролигіңізді көріп хабарласып отырмын деп, соның әңгіме барысында енді мен 70-ке келдім деп әңгіме айтып жатсам, сіз 70-тесіз бе? Мен сізді 55 берер едім, онан көп бермес едім. Сондай жақсы сақталғансыз деп, сондай маған әлгі комплимент айтып жатыр. Комплимент болғанда енді анау адамның бір несін, кеудесін жақсылыққа, қуанышқа толтыратын сөздер ғой енді. Рахмет, баршаңызға, бәріңізге рахмет. Мен енді сол өзім, әлбетте өзімді жақсы жеңіл сезінемін осы өнімнің арқасында. Енді мен танымайтын адамдар, танитын адамдар бәрі мән беріп, апай өзгердіңіз, апай жасардыңыз, апай ширап кеттіңіз деп жатқанда көрші қолаң бәрі. Соны сіздермен бөліскім келді.